сәлеметсіздер ме? Сіздермен BI Академия. Және біз бүгінгі сабағымызда жалпы анимациялармен танысатын боламыз. Яғни қарапайым анимацияларды қалай қолдану керектігін қарастырамыз. Ол үшін біз ең алдымен екі ссылка құрып алатын боламыз. Екі ссылка құрып алайық. Ahref ID height. Бұл height-тың қызметі жасыру, яғни біз комментарийларды жасыратын боламыз. Height. Біздің ссылкамыз басқа бөлек өтпеу үшін onClick return false қызметін пайдаланатын боламыз. Яғни біреуі жасырын, бізде жасыру болса, екіншісі бізде мында көрсетіп емес show болады. Show және мында алдымен display name болады. Яғни бізде бірінші комментарийларымыз көрініп тұрады, оны көрсету батырмасы бізде бастапқыда көрінбеу керек. Ол үшін біз display name қызметін пайдаланатын боламыз. Жалпы кодымызды тексеріп көрейік. Енді біз бұл жалпы бұл кодымыз әдемірек болу үшін спан қолдансақ та болады. Бірақ ол бізге қазірше қажет емес. Енді біз жасыру және көрсету функцияларын жазатын болады. Ол үшін біз алдыңғы сабақтағыдай документке байланыс орнататын боламыз. Яғни обращение документ ready функциясын қолданамыз. Оның ішіне функциямызды жазатын боламыз. Height бірінші біз жасыру обращение жасайтын боламыз. Height және bind функциясын пайдаланамыз. Бұл жерде оның функциясын қолдансақ та болады, бірақ екеуін де есте сақтау үшін bind функциясын қолданайық бүгінгі сабақта. Бізде бірінші клик болады. Және height comments болады.
дәл осылай show функциясында жазатын боламыз. show comments. Енді hide comments және show comments функцияларын жазып алайық. Comments is comments'ке обращение жасаймыз. Hide функциясын пайдаланамыз. Hide. Яғни бізде 1000 дегеніміз бұл миллисекунд, яғни 1 секундтан кейін біз жасыру батырмасын басқан кезде 1 секундтан кейін өзгеретін болады. Яғни комментарийларымыз жасырын түрге өтетін болады. Келесі бізде hide функциясына обращение жасаймыз. Яғни бізде hide батырмасы, яғни жасыру батырмасы басылған кезде бізде жасыру батырмасы жойылып, оның орнына яғни көрсету батырмасы шығатын болады. Яғни бізде бұның қызметі, біз жасыру батырмасын басқан кезде жасыру сөзі жоғалып, оның орнына көрсету батырмасы шығатын болады. Дәл солай көрсету батырмасы үшін де жасайтын болайық. Comments яғни 1 секундтан кейін ауысатын болады. Show hide.
кодымыз дайын. Тексеріп көрейік. Жақсыру және көрсету. Көріп тұрғандарыңыздай кодымыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Жалпы jQuery туралы өткен тақырыптарымыз түсінікті болды деп ойлаймыз. Жалпы jQuery'дің бастапқы сабақтары осы, яғни басқа функцияларды үйрену үшін сіз jQuery'ді арнайы сайтынан іздеп көріп қолдансаңыздар болады. Жалпы басты осылай қолдану керектігі көрсеттік. Сау болыңыздар және келесі сабақтарды көріңіздер.